Ерте және орта ғасырларда Қазақстан тек көшпелі жер емес, үлкен қала мәдениетінің ошағы болған. Сондай-ақ ұлы жібек жолы мыңдаған жылдар бойы түрлі діндер арасындағы толерантты қарым-қатынастың үлгісін көрсеткені тарихтан мәлім. Мұндай ғылыми тұжырымды тарихшы ғалым академик Карл Байпақов өз зерттеулерінде дәлелді деректермен келтіреді. Ғалымның көп жылғы ізденісіне арқау болған бұл тақырып әлі де өзекті. Бүгін Алматыда белгілі тарихшы археолог ғалым Карл Байпақовтың 80 жылдығына арналған халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Жиында ғалымдар бірнеше ғасыр бұрынғы мәдениетаралық, конфессияаралық, диалог және діндер тарихына қатысты зерттеулердің маңыздылығы артып отырғанын айтты. Бұл қазіргі әлемдегі геосаяси үдерістерді түсінісуге негіз болмақ дейді ғалымдар. Осыдан мысалы 12 ғасыр, 13 ғасыр бұрында бір қаланың өзінде бірнеше діннің өкілдері тұрған. Орта ғасырлық мәдениетті зерттеп отырып, біз қазіргі өзіміздің өмірімізді осымен байланыстыруымыз керек. Біздің болашағымыз да осындай. Археологиялық ескерткіштер арқылы біз осының бәрін қазір көріп отырмыз. Міне Карл Молдахметовтің үлкен еңбегі көбінесе осыған айланысқан. Осындай мәдениеттің жібек жолы арқылы басқа мемлекеттерге тарауы, соны біз үлкен үлгі етеміз.